Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге Бурабайға жасаған алғашқы саяхатымнан кішігірім блог ұсынатын боламын. Егер де блог сіздерге ұнайтын болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, сіздерге айта кетейін, бұл каналда жалпы тек қана журналистикаға ғана қатысты видеолар емес, сіздерге қызықты болу үшін әртүрлі саяхаттардан да видеоларды жариялап тұрамын. Егер де ол видеолар сіздерге ұнап жатса, оған пікір білдіріп, лайк басып және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Олай болса, бастайық. Достар, біз таңғы 7-де жолға шықтық. Бір күн алдын индрайвер арқылы біз көлікке заказ беріп қойдық, және де таңертең біз келісілген уақытта көлік бізді сыртта күтіп тұрды. Осылайша біз көлікке отырып Бурабайға жол тарттық. Мен сіздерге шығындарды осында жазып кетемін. Егер де керек болса, сақтап алыңыздар. Жалпы біз Бурабайға 2,5 сағат жол жүріп осылай жеттік, және ең алдымен біз тамақтанатын орынға барғымыз келді, өйткені қатты қарнымыз ашты. Және де осындай узбечка дейтін кафешкаға барып, осы жерде мен тамақтанып отырдым. Сәлем достар, сіздерге тағы бір қызықты жайтты айта кетейін. Біз қазір Бурабайдамыз, сонда погода жаңбырлы болып тұр, яғни жаңбыр жауып тұр, ал біз әлі қонақ үй тапқан жоқпыз. Қазір орналасатын жер таппай болғандықтан мен кафеде тамақтанайын деп отырмын, ал жолдасым қонақ үй іздеуге кетті. Егер де сіздер Бурабайға келетін болсаңыздар, міндетті түрде алдын ала өздеріңіз қонатын жерді тауып алыңыздар. Ал маған ас болсын, мен осылай сорпа ішіп отырдым, жолдасымды күтіп, ал ол болса қаладан қонақ үй іздеуге кетті. Достар, қазір біз тамақтанып шықтық, енді қаланы аралайтын боламыз, сіздерге қаланы көрсетеміз. Жалпы мен алғаш рет Бурабайға келіп тұрмын. Қазір сіздермен бірге танысамыз. Қаланы араламас бұрын бізге ең алдымен өзіміз жататын қонақ үйге заттарымызды алып барып тастау керек. Сол үшін ең алдымен біз сонда қарай жол тарттық. Қалай екен Бурабай? Бурабайға келдік. Негізі алдын ала келетін болсаңыздар, бір апта 3-4 күн қалған кезде заранее звондап домиктерді арендаға алып қоймасаңыздар, суббота біз енді осылай қаланы аралайын деп жатырмыз. Сенбі күні адам деген масқара көп болады. Достар, осылай сенбі, жексенбі күні бұл жақта үй табу өте қиын екен. Екі адамға үй табу өте қиын, бермейді. Бар olsa бермейді. Осында тұрғындар да айтып жатыр, табу өте қиын. Тек адамға ең дұрысы, яғни жұмыс күндері 3-4 адам болып келу керек, немесе жұмыс күндері келуге кеңес береміз. Демалыс күндері келмеуге кеңес береміз. Достар, жолдасым 2-3 сағат көлемінде Бурабайды іздеп жүріп тапқан қонақ үй осы болды. Жалпы негізі басқа күшті қонақ үйлерге қонуға болатын еді, бірақ олардың бағалары өте қымбат болғандықтан біз кешке дейін қаланы аралап, кешке жатуға ғана осында келеміз деп осы квартираны алдық. Бурабайға келген әр турист осы тауға міндетті түрде шығып көру керек деп айтқан болатын бізге, және біз сол үшін осы тауға көтеріліп көруді жөн көрдік. Және де бұл тауға көтерілу біз үшін оңайға соққан жоқ, екені жол тік болғандықтан өте қатты шаршайсың. Дегенмен 20-30 минут көлемінде бұл тауға көтеріліп осындай әдемі көріністі көруге болады. Бұл әрине бөлек тау, оның биіктігі 147 метр биіктікте орналасқан. Және де сіз бұл тау арқылы Бурабайдың бүкіл сұлулығын көре аласыз. Қазір жолдасым екеуміз Бурабайға дейін жаяу барамыз деп шештік. Қазір енді жаяу кетіп бара жатырмыз. Қай жерде екенімізді білмейміз, және де қанша уақыттан кейін Бурабайға жететінімізді білмейміз. Қазір көреміз.
Достар, біз осылайша Бөлектаудан Бурабайдың орталығына дейін жаяу барамыз деп шешкен болатынбыз, өйткені мұнда жаяу жүргіншілерге арналған арнайы жол бар екен, және де ол жермен сіз велосипедті яғни жалға алып жүрсеңіз де болады, өте ыңғайлы және де тез жетіп аласыз. Бірақтан да біз велосипедті ешқандай жалға алған жоқпыз, осылай жаяу кеттік. Біз қазір индрайверден таксиға заказ бердік, өйткені жаяу бара алмайтын болдық, себебі бізге өте ұзақ болып тұр, және де біз шаршадық. Бурабайда бір несі, нам баклажканы тастайтын, ящикқа қойдық. Бір қызығы, достар, Бурабайда узбечка кафесі өте көп екен. Біз кешкі асты ішуге осында келдік. Жолдасым лағын заказ берді, как будто половина сияқты, бірақ полный негізі. Одан кейін мен пиццаға заказ бердім. Бірақ пиццасына сөз жоқ, өте үлкен әрі қазірдан көреміз. және де біз Бірақ мынада пиццасы асты ішіп алдық. үлкен. Кешкі асты ішіп болғаннан кейін біз үйге қарай қайттық, өйткені бізге ертерек тұру керек ертең, және Бурабайда аралау қажет болды. Достар, біз екінші күні таңғы асты ішу үшін осында, яғни базарға келдік. Бурабайдың халқы негізінен көбінесе осындағы базардан тамақтанады екен. Біз де сол үшін осы жерде тамақтанып көруді шештік. Осылай ең алдымен өзімізге керекті самсаларды алып алдық, және одан кейін базардың ішіндегі, яғни кафешкаға кіріп, сонда тамақтандық. Біз қазір базарда өзіміз тамақтанамыз. Достар, мені ең таң қалдырған жайт, мұнда базардың ортасында адамдар өтіп бара жатыр, ал мұнда мына кісі плов әзірлеп жатыр, сенесіздер ме? Достар, біз мұнда өзімізге қажетті сыйлықтарды алуға келдік, және де жолдасым маған осындай брелок дейма, сондай зат алып берді. Одан кейін тағы да басқа заттарды қарадық, жалпы өзімізге кәдесі ретінде және Бурабайдан естелік ретінде сыйлықтар алдық, және де мұнда барлығы өте арзан екен, бізге қатты ұнады. Мысалға, маған 500 теңгеге брелок сатып алдық, және де осындай заттар бар екен, әртүрлі кәдесыйлар, керемет барлығы. Достар, бір байқағанымыз, жалпы Бурабайдың жергілікті халқы жол ережесін сақтамайды екен, яғни кез келген жерден бұрылып кете береді, түрлі сондай жағдайларды өзіміз көрдік. Ал тағы айта кететін болсақ, жалпы онда қонақ үйлер өте көп екен, бірақтан да біз сенбі-жексенбі күндері барғандықтан қонақ үйлерден орын тапқан жоқпыз. Және де жоғарыда айтып кеткендей, 2 адамға орын табу өте қиын екен. Ал таксилардың бағасы 1000 теңге және де 1500 теңгеден басталады. Кез келген жерге осындай бағада бара алады екенсіздер. Егер де сіз Бурабайға 2-3 рет барып жатсаңыз, онда осылай көлікпен өздеріңіз саяхаттағаныңыз дұрыс болады. Ал егер де алғаш рет барып жатсаңыз, онда сізге әртүрлі экскурсияларды сатып алуға болады. Сіз небәрі 3000 немесе 3500 теңгеге бірнеше жерді көре аласыз. Жалпы Бурабай ұлттық паркі 2000 жылы тамызда құрылған болатын, және де онда әртүрлі тылсым күшке толы киелі мекендері бар. Оның бірі Жеке Батыр, Жұмбақтас, Оқ жетпес, және де Кіші Шабақты, Үлкен Шабақты, Шортанды көлдері.
Жалпы бұның барлығын алып қарайтын болсақ, өте керемет аңызға толы мекендердің бірі. Әрине біз олардың барлығын аралауға мүмкіндік болған жоқ, дегенмен де біз өзіміздің 2 күнімізді тиімді пайдалану үшін өзіміз қалаған жерлерге бардық. Жалпы Бурабай туралы өте көптеген аңыздар бар, және соның ішінде мен сіздерге не үшін Бурабай деп аталды деген аңызға тоқталып өтейін. Жалпы осы маңды бұрында ерте заманда, яғни ақ бура мекен деген деп айтады. Ол бура өте ерекше, бойы сұңғақ, өте бір ерекше жануар болады. Ол жануар күнделікті осының маңдағы орналасқан көлден су ішіп кететін болады. Ол суды ішу үшін күнделікті бір жолмен келеді. Және де оның ең маңызды қасиеті, ол жаман жағдаяттар болса елде, қандай да бір жаманшылық келе жатқан кезде халықты, адамдарды ескертетін болады. Және де осы нәрсені ұнатпаған, яғни қанішер сол кездегі қарақшы бұл бураны өлтірмекке ұмтылады. Және де бір күні ол бураның судан, яғни су ішіп қайтып келе жатқанын көріп, өзінің садағын тартып қалып, сол бураға тигізіп, оны өлтірген болатын, өлтірмекке ұмтылған болатын. Және сол кезде бура қан жосалап, яғни садақ оғынан есеңгіреп, өзі жүрген аймаққа қарай жүре береді. Және сол кезде ол сол жерге бір жерге барып тоқтайды да, сол жерде шөгіп отырып қалған болатын. Және сондықтан да қазір бұл тау Бурабай деп аталады. Ал бура ішкен, су ішкен көл Бурабай көлі деп аталып кеткен. Достар, біз қазір Абылай хан алаңына келдік. Бұл алаңда жалпы бұрын Абылай ханның ордасы болған дейді. Яғни Абылай хан осында жиналатын болған, осында кеңес өткізетін болған. Және сол себепті де бұл жер Абылай ханның алаңы деп аталады. Және бұл жерде Абылай ханның тағы орналасқан. Және де көріп отырғандарыңыздай, қазіргі таңда әртүрлі тарихи киімдер сатылатын мекенге жалпы алаңға айналған. Және бұл жерде сіздер өздеріңізге қажетті, яғни осындай керемет бұйымдарды таба аласыздар. Мұнда жалпы түйені, жылқы, тағы да басқа жануарларды да кездестіре аласыздар. Ең бастысы, мұнда киіз үйлерге әртүрлі қазақы ою-өрнектегі киімдер бар. Және де осындай әдемі табиғат көрінісін тамашалай аласыздар. Сосын осылай, достар, біз баспалдақпен көтеріліп, жалпы Абылай хан алаңының қақ ортасында тұрған осындай тасты бірнеше рет айналып шықтық. Жалпы адамдардың барлығы өздерінің тілектерін айтып, осы тасты айналады екен. Яғни сіз 7 рет айналатын болсаңыз, онда сіздің тілегіңіз міндетті түрде орындалады дейді. Достар, қазір біздің артымызда үлкен жас кісілер, осы жерге жалпы келген кісілердің барлығы өздерінің тілектерін айтып, тасты 7 рет айналып жатыр. Мен де өзімнің тілегімді айтып 7 рет айналдым. Егер де ол тілектер орындалатын болса, келесі жолы сіздермен бөлісетін боламыз. Жалпы осылай енді киелі мекен деп жатыр барлығы, осы жерде тілектердің барлығы орындалады дейді. Ол үшін әрине сізге де осы тасты 7 рет айналып шығу қажет болады.
көріп отырғандарыңыздай бізде осындай ұлттық киімді киіп көреміз деп шештік. Осылай жолдасым өзіне батырдың киімін алды, мен болса осындай бір ханшайымның киімін алған болатынмын. Осылай мені сосын жолдасым осылай видеоға түсірді. Мұнда сіздер өздеріңіздің руларыңызды және таңбаларыңызды айтып, өзіңіз қалаған, яғни металдан, күмістен, қоладан, алтыннан осылай өзіңіздің таңбаңызды тез арада жасатып алуға болады екен. Сосын достар, біз осылай жұбайым екеуміз сол жердегі пляжға келдік, және де бұл жерде осылай аттракциондар бар екен арнайы, және үлкендерге де бұл яғни аттракционға мінуге болады екен. Біз осылай кассаға кезекке тұрдық, өте көп адам болды, және біздің алдымызда кезекте тұрған, дегенмен біз өзіміздің билетімізді алып, кезегіміз келген сәтте осы аттракционға отырып, бүкіл Бурабайды өз көзімізбен тамашаладық. Бізге қатты ұнады, өйткені
осы біз аттракцион арқылы бүкіл бурабайдың көрінісін тамашалай алдық, сұлулығын көре алдық. Сіздерге де отыруға кеңес беремін. Ал бұл аттракционның бағасы бір адамға 2000 теңге. Достар, біз аттракционнан кейін осылай пляжға келдік. Жалпы пляж негізінен екіге бөлінген екен, яғни көріп отырғандарыңыздай қоршаудың артындағы бұл ақылы түрдегі пляж, ал оның қасында ешқандай қоршауы жоқ, тегін пляж бар. Осылай менің жолдасым салқын суда жүзіп кішкене сергіп алды, бірақ мен суға түскен жоқпын, өйткені су салқын болды, және де мен өзіммен бірге суға шомылатын киімді алуды ұмытып кеткен екенмін. Солайша осылай тек қана аяғымды суға батырып жүрдім. Сосын достар, осылай пляждан үйге қайттық, заттарымыздың бәрін алып, қайтадан тамақтануға бардық. Және де осылай тамақтанып алдым. Сосын тамақтанып алғаннан кейін біздің Астанаға, яғни жолға шығатын уақытымызда жақындады. Мен осы жерде, яғни зоопарк бар екен, сол жерде мен жолдасымды күтіп отырдым. Өйткені ол арнайы бізде көлік болмағандықтан, яғни сол Бурабайдағы орталықтан Астанаға қарай жүретін көлікті алып келді. Ал мен осында осылай Бурабайды қарап, жолдасымды күткен болатынмын. Ал бұл жерде біз жолға шығып кеттік. Яғни жексенбі күні болғандықтан алғашында өте көп пробка болды. Осы Бурабайдан шығып жатқан көліктер көп болатын, бірақ мұнда енді кішкене көліктер азайып, қаладан шығып баратқандықтан пробкада кішкене азайды. Міне достар, сіздерге де Бурабайға баруға кеңес береміз. Табиғаты өте әдемі, керемет демалыстардың бірі болды. Ал мұнда біз достар тағы да кептеліске тап болдық. Өйткені бұл жерде білесіздер, Бурабайға бара жатқан жолда ақылы жол бар екен. Яғни жолға оплата жасау үшін осылай көліктер кезекте тұрған болатын. Және бізде солармен бірге кезекте тұрдық. Бірақтан да біздің қуанышымызға орай бір кезде жаппай көліктердің барлығын өткізіп жіберетін болды. Өйткені көліктер өте көп болып кеткендіктен бізді барлығымызды, яғни жолды ашып оплата жасамай өткізіп жіберді. Сосын осылай қалаға келдік.